Сәлем, сіздермен бірге жебе арнасы. Бүгін біз ішінде фильмі жайлы қысқаша айтып беретін боламыз. Жолы болмаған ұрлықшы шығу мүмкін емес, ақылды үйдің ішінде қамалып қалады. Фильмнің басталуында бізге зәулім ғимараттары бар Нью-Йорк қаласын көрсетеді. Одан кейін камера биік жеріне орналасқан пентхаусқа ауысады. Бұл хаустың іші өте таза әрі жинақы болатын. Тіпті бұл үйдің ішінде адам тұрмайтындай. Осы уақытта қалада ұшып бара жатқан тікұшақтың дауысын естуге болады, және радиода әңгімелер айтылып жатыр. Кері санақ аяқталған кезде басты кейіпкер ұрлықшы Нэм шатырға қонады. Ол үйді қорғап тұрған торды үзіп ішке кіреді, және терминал арқылы қауіпсіздік дабылын өшіріп тастайды. Оның үйді тонауына небәрі 7 минут қана бар. Ол асыл бұйымдарды және миллиондаған ақша тұратын суреттерді ұрлай бастайды. Бірақ өкінішке орай бір нәрсе дұрыс емес. Ұрлықшы Эгон Шеллидің салған суретін таппай қояды. Ол өте бағалы қымбат сурет еді. Ұрлықшы рация арқылы өз әріптестерімен ақылдасып, ол бейнебақылау орналасқан бөлмеге барады. Бірақ ол жерде де ол суретті таппайды. Ұрлықшы ол сурет жақсырақ жасырылған, мен оны таппаймын деп шешіп, қолындағы бар затымен қашып кетпекші болады. Бірақ қауіпсіздік жүйесіндегі ақауларға немесе қате жазылған кодқа байланысты дабыл өшіп, шығу жолы жабылып қалады. Ал әріптестер болса, олмен бірге ұсталып қалмас үшін жауап қайтармай жоғалып кетеді. Дүрбелеңге түскен ұры әйнекте есікті ұрып сындырмақшы болады. Бірақ есік өте қатты болып, оны сындыра алмайды. Сол кезде ұры терминалды взломать етіп көргісі келеді, бірақ тағы да жолы болмайды. Ұры қатты ашуланып, жанып өшіп тұрған жарықтарды сындыра бастайды. Оның құлағы ауырып, дабыл беріп тұрған динамиктерді іздеп өшірмекші болады. Біраз уақыттан соң дабылдарды сөндіру оның қолынан келеді. Бірақ күмән келтіретін жағдай, полиция әлі келмеген еді. Қамалып қалған ұры үйдің ішін толық қарап шығады. Сосын ол бір есікке тап болады. Қалтасынан пышақ алып, сол есікті сындырмақшы болады. Бұл ісі ақырын өнбесе де, бірақ оның қолынан келіп жатыр. Үй системасы бұзылып қалып, ысытқышты қосып жібереді. Ол су ішпекші болады, бірақ бір-екі тамшы ағып, су тоқтап қалады. Нэм тоңазытқышты ашқан кезде, ақылды тоңазытқыш, менде тамақтар бітейін қалды, мені толтыр деп айтады. Есікті аша алмаған ол шаршап, демалып жатып, әріптестермен рация арқылы байланысуға тырысады. Әріптестерінен жауап ала алмаған ол арақ ішіп, қатып қалған печеньеге қара экраны жағып, күш жинап, телевизор көріп бастайды. Ол теледидар тек қана каналды емес, бүкіл хаустың камераларын көрсететін еді. Бір камерадан Нэм күзетшіні көреді. Түнде көзіліп ұйықтап демалып алған ол таңертең тікұшақтың дауысын естиді. Оны құтқаруға келген әріптестер шығар деп ойлап, шыны есікке қарай жүгіреді. Бірақ ол есікке қарап торға түсіп қалған кептерді көреді. Бассейнге түсіп болған ол рация арқылы адамдарды көмекке шақырады. Содан соң телефон арқылы хабарласып көрмекші еді, бірақ оның телефоны өшік болады. Жұмыстары бойынша Қазақстанның астанасы Астанаға ғимарат салуға кетіп қалған үйдің иесінің компьютері де өшік болады. Нэм ішіп пысқандықтан айналысатын іс таппай әжетханаға қайта-қайта барып, солып қалған апельсиндермен ойнай бастайды. Және сол апельсиндермен ол терезені сындырмақшы болады, бірақ әдеттегідей оның тағы да жолы болмайды. Ол жоғарыдан жарық терезесін байқайды, және оны ашып немесе сындырмақшы болады. Ол сол жердегі жиһаздарды пайдаланып саты жасақсы келеді. Бірақ саты биіктеген сайын оны жасау қиындай түседі. Ол демалып жуынып отырады, және гүлдердің арасынан гүлдерді суаратын шлангыны тауып алады. Бірақ басқа жердегі су құбырлар сияқты ол жерден де су ақпайды. Ол өзінің ыстығын басу үшін тоңазытқыштан мұз алып сорады. Ол орындықтардың жіптерін шешіп алып, жоғарғы шығатын сатысын байлап, оны күшейте түседі. Сосын ол батылдық жинап, өзі жасаған сатыға альпинист сияқты мінеді. Бірақ терезеге дейін сәл жетпей қалады. Ұрлықшы амалсыздан қайтадан түсіп, өзінің архитекторлық күшін пайдаланып, жаңадан саты салмақшы болады. Содан соң ақылды үй камера бақылауын қосады. Нэм сатыда тамақ жеп отырған ит азалушыны көреді. Ол әйел тамағын жеп болып кетіп қалғаннан кейін, көңіл күйі жоқ Нэм терминал арқылы үйдің ішін сәл салқындатпақшы болады. Бірақ үйдің ыстығынан бөлек, ода басқа да мәселелер бар. Мысалы, ода тамақ бітіп жатыр. Ал консерваны ашамын деп ол өзінің қолын кесіп алады. Үйдің ыстығына шыдамаған ұрлықшы пингвин сияқты тоңазытқыштың ішіне кіріп кетеді. Ал ақылды тоңазытқыш болса, менің есігімді көп ашып тұрсың, есігімді жап деп Нэмға айғайлайды. Ол қаңылтырдағы тамақты жеп, күш-қуат жинап алады. Және ол ағаштың астына жаңбырдан тығылып тұрған кептерді байқайды. Ол кептер тордан шығалатындай жағдайда емес еді. Келесі күн ол үйдің заттарын пайдаланып, тамақтар сақталған қойманың есігін ашады. Ол жерде ет пен иттің тамақтары сақталған еді. Дәл сол кезде судың дауысы шығады. Гүлдерді суаратын шлангіден суға бастайды. Ұрлықшы жүгіріп келіп суға тойып, және мүмкіндігі бар кезде душқа түсіп алады. Ұрлықшы қайтпай шығу жолды іздеп, перделерді жұлып, жиһаздарды аудара бастайды.
Ол барлық жиһазды сатыны мықты қылуға жұмсайды, бірақ сонда да саты ішіп алған адам сияқты қисалаңдап тұрады. Бірақ сонда да Нэм терезеге жетеді. Бір қарағанда терезе қабырға сияқты қатты көрінеді. Ол түнде үйдің ыстығына шыдамай сурет сала бастайды, және бейнебақылау арқылы үй тазалаушы Жасминді аңдып отырады. Кенеттен ол Жасминнің есіктің ар жағында екенін байқайды, бірақ ол дыбыстарға мән бермейді, себебі оның құлағында құлаққаптар болатын. Ол Жасминнің лифттан түсіп бара жатқанын бақылап тұрғанда, ақылды үйдің салқындық режимін қосқанын байқамайда қалады. Ол таза ауамен демалып, үйдің салқындағанына қатты қуанды, бірақ ол бұзылып қалған үйден кез келген затты күтуге болатынын білді. Келесі күні ұрлықшының қойған ыдыстарына су тола бастайды. Ол тағы біраз күн шыдау үшін ақырындап суды бөтелкеге құйып алады. Ол енді ыстықта пингвин сияқты тоңазытқышқа кірмеймін деп қатты қуанады. Ол күш жинап алып, бұрын кірмеген бөлмелерге кіріп зерттей бастайды. Ол вазаны сындырып, вазаның сынығынан көзіне шөрмектер кіркетпес үшін супер очки жасап алады. Осылайша ол өзін қауіпсіздендіріп сатының үстіне шығады. Солайша жарық терезесін ұрып сындыра бастайды. Келесі күні таңертең жалғыздықтан шаршаған ол тамақ істеп жатып өзімен өзі сөйлесе бастайды. Ассалаумалейкум, батыл ойнақ батыл. Және ол камера арқылы хаустың қызметшілері мен өзінің әріптестері сияқты сөйлесе бастайды. Сол кезде ол Жасминнің бөтен еркекпен сөйлесіп тұрғанын байқайды. Ол жарық айнасын бұзып болтқа дейін жетеді, бірақ ол болтты бұрайтын ештеңе болған жоқ. Ол телескоппен сынбайтын айна арқылы қаланы түнімен қарап бақылап шықты. Үйдің іші бара-бара салқындай бастады. Ұрлықшы басқарушы терминалды жөндемекші болды, бірақ оның әдеттегідей жолы болмады. Ол алдындағыдай ыстықтап тұрсыймен жатқан жоқ. Тоңғаннан аю сияқты қалың оранып жатып алды. Ол ары қарай жарық айнасын теспекші болды, және де бейнебақылау арқылы үй қызметшілерін тоқтатпай қарап отырды. Тіпті есі ауысқаннан терезенің ар жағында торға түскен кептермен сөйлесе бастады. Ол кептерге шығып адамдарды шақырып кел деді, бірақ өкінішке орай кептер де ол жерден шыға алмайды. Нэмнің іші пысқаны соншалықты, ол 5-ші сыныптың баласы сияқты суреттерге сызып, суретте бейнеленген адамдарға көзілдірік сала бастады. Кейін ол құпия киім сақтайтын бөлменің есігін ашып алады. Және ол сол жерден Шеллидің тыйым салынған суретін тауып алады. Оның қасында кеудесінде кітабы бар, үй иесінің қуыршағы да болды. Бұл кітап Жұмақ пен тозақ кітабы. Бұны жазған ағылшын жазушысы Уильям Блейк. Бұл автордың оригинал кітабы болып шықты. Ол қолына кітабы мен суретін алып өз бөлмесіне қайтып оралды. Қайтып оралған сәтте досы болған кептердің өліп жатқанын көреді. Кешке қарай есіктің ар жағында демалып отырған Жасминді көреді. Бірақ қанша дыбыс шығарса да ол қалың есіктен өткен жоқ. Көңіл күйі түсіп кеткен ұрлықшы ұйықтауға жатады. Ол түсінде үй иесінің көрмесіне барады. Үй иесі оны өзінің жақын досы секілді қарсы алады және Шелли суреті жайлы әңгіме айта бастайды. Бірақ Нэмнің назары қонақтардың арасындағы Жасминға түседі. Және ол жерде өте бай қонақтар болды, бірақ олардың беттерін қараңғылық жауып тұрды. Үй иесінің назары басқа жақта болғанда, Нэм алыс-алыс кетіп сатының үстіне шықты. Ал ол саты Нэмді оятып, қайтадан пентхаусқа алып келді. Нэм аяғымен бір теуіп орындықтың аяғын сындырып, оның басын болтқа дәл келетіндей қылып кеседі. Себебі оған айнаны ұстап тұрған болтты шешу керек. Бірақ оның көтінің ауырлығы соншалықты тағы да жол болмайды, ағаш темірді бұрай алмай сынып қалады. Бірнеше күн аштық және жалғыздықтың кесірінен Нэм есіне адасып аквариумдегі балықтарды аулай бастайды. Бірақ ол оны жейін деп аулаған жоқ, жай ғана өлтіру үшін. Оның іші пысқаннан ол не істерін білмей қабырғаға сурет сала бастайды. Және ол өз-өзіне әзіл айтып, өз-өзін күлдірді. Ол ісінен зерігіп кеткеннен кейін ол ағаштан құрал жасауды жалғастырды. Және ол ағашсын бастан бұрын өзін бостандыққа шығаратын 3-4 болтты шешіп үлгерді. Нэм бұл ісіне өте қатты қуанды. Бірақ уақыт өткен сайын ағаштың аяғы да, ұрлықшының тамағы да азая бастады. Және қабырғаға салынған суреттер одан сайын үлкейе түсті. Ол осы торға түскеніне өзін кінәлі санап, ол әр болтты шешіп, бұл менің еңбегім деп жастықтың үстіне қойды. Және бұл менің шығу жолым деп сыйынды. Бұл сыйынған жастығы мен суреттер бір-біріне өте қатты үйлесіп тұр. Кенеттен ақылды үй қайтадан ыстықты шақырып ысыту режимін қосып жібереді. Ал Нэм болса бұл системаны бұза бастайды. Ол бассейн арқылы өзіне құрғақ әжетхана салады, себебі әжетханадағы суды ақпайтын еді. Ол өлең айтып, тауып алған біртүрлі киіммен ойнай бастайды. Оған ұрлағысы келген заттардың бәрі керек емес болып қалады, себебі ол бағасыз. Ол тағы бір болтты шешіп жатқан кезде тепе-теңдікті сақтай алмай құлап қалады. Дәл өрмекші адам жасыл гоблинді тепкен сияқты құлайды. Оның жолы болмайтыны соншалық, 2 болт қалған кезде оның аяғы сынып қалады.
Ол өзінде қалған тамақтардың бәрін жеп, терезеге қарап, салюттардың атылғанын қарап отырады. Ол артына қараған сәтте Жасминді көреді. Ол қыз теледидардың ішінен шығып келгенде теледидардың қасында тұрады. Жасмин Немнің қасына жақындап отырады. Оның еріндері уайымдағаннан қатып қалады. Жасмин қолын Немға жақындатады, бірақ қолын Немнің денесіне тигізбейді. Бұның жауабы өте оңай. Жасмин жай ғана Немнің көзіне көрінген. Ұрлықшы аяғының жазылған күтеді, және ол терезеге қарап тұрған сәтте оның артынан үйдің иесі пайда болады. Шал оның басына ұстап алып раковинаға ұрады. Беті қан-қан болған Нем өзіне келіп, оның бәрі көзіне елестегенін, жай ғана есі ауысқанын түсінеді. Ол бас айналып келе жатқан кезде бүркіт сияқты жоғарыда тұрған өрт дабылын байқап қалады. Ол қағаздарды жыртып тарелканың үстіне жинай бастайды. Және ол қолына лумпаны алып күн сәулесімен шағыстырып, физиканың арқасында от жағады. Ол таяқ пен матаны бір-біріне байлап, оның үстіне май құйып алау жасайды. Және ол алауды дабылға тигізеді. Сол кезде бірден өрт дабылы басталып, сулар аға бастайды. Бірақ көмекке ешкім келер емес. Ол жай ғана теледидардан айырылып қалды. Судың аққаны соншалықты оны ашуландырып жібереді. Бірақ бұл судың мөлшері әлі де жеткіліксіз. Ал Нем болса өзін қараңғы жерде қалып қалған балық секілді сезінді. Келесі бейнеде далада қар жауып жатты. Даланың бәрін әппақ мақтаға орағандай. Нем өзінің артынан хат қалдыруды ойлап жатады. Нем өзінің бояған суретте бейнеленген итті ұстап тұрған қызды көреді. Ол өзінің жастыққа еңбектеніп жинаған болттарына келеді. Ол өзінің салған суретіне тағзым етіп, бір өлеңді қайта-қайта айта береді. Және ұрлықшы қабырғаға үй иесіне хат қалдырады. Үйіңізді былықтырғаным үшін кешірім сұраймын, және сізге маңызды 3 сатты мен судан аман алып қалдым. Бейнеде жар қайнасы жерге құлайды. Содан соң ұрының қамалып қалған бөлмесін көрсетеді. Нем бұл бөлмеде ұры болып өледі, бірақ суретші болып қайта туылады. Оның салып кеткен суреттері нағыз өнерге айналады. Және оның өнеріне өз тесіп кеткен терезеден күн түсіп тұрады. Осымен фильм аяқталады. Егер видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Қазақ тілді арнаның дамуына көмектесіңіздер. Лайк.